Батыс Қазақстанда тасқын қаупі күшейді. Жаңбыр жауып, қалың қар ери бастады. Синоптиктер өзендердегі су деңгейі көтерілуі мүмкін деп болжап отыр. Құтқарушылар сең кептелісін болдырмас үшін мұз кесуге кірісті. Бұл әдіс мұзды жаруға қарағанда қоршаған ортаға қауіпсіз әрі тиімді. Қазір Көшім, Деркөл, Шаған, Жайық өзендеріндегі мұз қалыңдығы 17-50 сантиметр аралығында. Қар тазалау жұмыстары да қатар жүруде. Қала бойынша 5 полигон толуға жақын, қар төгетін тағы 2 жерді белгілеу қарастырылып жатыр. Түнгі мезгілде біз жеке сектордан шығарып жатырмыз. Бұл ескі қала аймағы. Бұл жерде қазір таңда 20 орында, яғни 20 көшеден бір мезгілде қар шығарылып жатыр. Бұл қар жалпы қарашаның 20-сында түскен болатын. Содан бері қарай мінекей 4 айға жуық толассыз қар жауып тұр. Бұл көрсеткіш соңғы 30-40 жылда болмаған жағдай.